Енді осы және өзгеде жаңалықтар туралы толығырақ. Барлық жұмыс беруші кәсіпорындар жалақыны уақытылы төлеуі керек. Үкіметтің кеңейтілген отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов жауапты ведомство басшыларына және облыс әкімдеріне осы мәселені нақтылап тапсырды. Үкіметтің кеңейтілген отырысын барлық аймақтармен бірге Ақтөбе облысының әкімдігі де онлайн байланысқа шығып көріп отырды. Әлемдегі қаржы экономикалық қиындықтарға қарамастан ел азаматтарының еңбек ақысын кешіктіргендер заңды түрде жауапқа тартылады. Айлықтың уақытылы төленуіне барлық облыс әкімдері тікелей жауап береді. Үкімет жиынында қаралған келесі мәселе Сібір жарасы ауруына қарсы тұру және алдын алу. Осыған орай мал өлекселері көмілген орындардың есебі алынып, оларға бақылау жұмыстары күшейтілді. Агроөнеркәсіп кешенін инвестициялау бойынша шаруаларға жаңа жеңілдіктер қарастыру жайы да бүгінгі отырыста айтылды. Вице-премьер ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов шаруалардың мемлекеттен алған несиесін субсидиялау үлесін арттыру жоспарланып жатқанын жеткізді.